Қазақ тілінен өтетін тақырыбымыз «Мен аспан әлеміне барсам». Бүгінгі сабақта қол жеткізетін мақсатымыз оқылым стратегияларын қолдану, жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу, оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып жинақы мәтін жазу, сын есімнің емлесін меңгеру. Бүгінгі сабақты болжау сұрақтары. Осы сұрақтарға жауап бере отырып, біз аспан әлеміне саяхат жасаймыз. Осы сұрақтардың жауабын бірге тексеріп шығамыз. Барлығымыз дұрыс жауабын көріп болсақ, келесі тапсырма мәтінмен жұмыс. Тыңдалым мәтінін мұқият тыңдап, зер салыңыздар. Алдағы тапсырмалардың барлығы осы мәтінмен байланысты болады. Ғарыштағы жаңа өмір қашан басталады? Бүгінгі таңда жер бетінде 7 миллиардқа жуық адам өмір сүріп жатыр. Мұндай қарқынмен өсе беретін болса, адамзат жерге сыймайтыны хақ. Сондықтан дамыған елдер бірлесіп, қаржыны бір қазанға құйып, ғарыш кеңістігінен өмір сүруге жарамды қоныс іздестіруде. Жақында Америкалық ғарыш орталығы NASA қызметкерлері жерге ұқсас жаңа ғаламшарды тауып, онда су бар екендігін анықтады. Ғалымдар бұл ғаламшарда адамзаттың өмір сүруіне мүмкіндік бар деп жорамалдауда. Өмір сүруге ыңғайлы бір ғаламшар 2007 жылы табылған болатын. Одан бергі уақытта табылып жатқандардың саны 500-ден асты. Бірақ адамзат айға әлі жете алмай жатыр. Ғарыш әлемін кезіп жүрген Хаббл телескопы шындығында адамзатқа үлкен көмек көрсетуде. Ол іске қосылған уақыттан бері адамзаттың өмір сүруі мүмкін деген 500-ден астам ғана Хаббл жіберілген мәліметтерді сипаттай келіп, NASA ғалымдары жер ғаламшарына өте ұқсас аспан денесін тапты. Кеплер 22b деп ат қойылған жаңа ғаламшар адамның өмір сүруіне өте қолайлы көрінеді. Өйткені оның күнмен ара қашықтығы ғаламшардың бір температураны ұстап тұруына жағдай жасайды. Зерттеушілердің мәлімдеуінше, жаңа ашылған ғаламшарда ылғал көп. Бетіндегі температура плюс 22 градусты құрайды екен. Егер адамзат баласының ол жаққа аяғы жетіп, игеріліп жатса, оның өмір жасы да ұзаратын болады. Өйткені ондағы бір жыл жердегі сияқты 365 күн емес, 290 күнге тең. Тыңдалым мәтінін тыңдап болсақ, бүгінгі сабақта орындайтын тапсырмалар бойынша дескриптормен танысып аламыз. Мәтінге сене отырып, нақты ақпаратты тауып жазады. Мәтінді оқи отырып, сан есімдерді мағыналық түрлеріне қарай бөліп жазады. Берілген тапсырмаларды мұқият орындай алады. Біздің бірінші тапсырмамыз мәтін болатын. Енді келесі екінші тапсырмамыз мәтіннен нақты ақпаратты тауып жазыңыздар. Үлгі берілген, сол бойынша. Осы тапсырма бойынша дұрыс жауабын тексеріп шығыңыздар. Сан есімнің емлесі деп аталатын тақырыбымызды бастаймыз. Сан есімдер қалай жасалады? Бірінші, күрделі сан есімдер әрқайсысы бөлек-бөлек жазылады.
Бұлардың арасына дефис те қойылмайды, бірге де жазылмайды. Жай ғана тіркесіп бөлек-бөлек жазылады. Мысалы, 25 1.765.000, 200, 350 және тағы басқалары. Екінші, цифрмен берілген сан есімдерге жалғанатын жалғаулар дефис арқылы жазылады. Мысалы, атам 70-ке толды. Інімнің жасы 10-нан 11-ге қарады. Үшінші, бұл көбіне реттік сан есімдерге қатысты. Реттік сан есімдер зат есіммен тіркескен кезде және реттік сан есімдер цифрмен жазылған кезде осы өзі тіркесетін сөзбенен араға дефис қойылады. Және де ыншы, інші, нышы, ніші жұрнағының орнына дефис қойылады. Мысалы, 6-шы сынып, 5-ші қатар, 20-шы есеп, 123-ші мектеп және де тағы басқалары. Ал қандай жағдайда реттік сан есім болса да, мына сөзбен араға дефис қойылмайды. Егер сан есімдер рим цифрымен жазылған жағдайда, өзі тіркескен сөздің арасына ештеңе қойылмайды. Мысалы, 5-ші сынып, 11-ші ғасыр, 7-ші қатар, 3-ші том және де тағы басқалары. 5-ші жыл, ай, ғасыр, күннің ретін білдіретін сан есімдер араб цифрымен берілсе де дефис қойылмайды. Мысалы, 1986 жыл, 16 желтоқсан, 8 наурыз, 7 қазан. 6. 2, 6, 7 есептік сан есімдеріне жинақтық сан есім жасайтын ау, еу жұрнақтары жалғанғанда түбір соңындағы а, дыбыстары түсіп қалады. Мысалы, екеу, алтау, жеттеу деген сөздердегі жұрнақтары түсіп қалады да, екеу, алтау, жеттеу, тағы да басқалары. 7. Болжалдық сан есімдер цифрмен жазылғанда, олардан кейін келетін қосымшалар дефис арқылы жазылады. Мысалы, ондаған, 20-дай, мыңдап, 50-55-тердегі, 130-дай, 80-дей, тағы да басқалары. Сан есімнің емлесіне қатысты кестені бір қарап шығайық. Кестені қарап болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Сан есімнің емлесіне қатысты мысалдардың орны ауыстырылып берілген. Мысалдарды ережеге сай дұрыс қойыңыздар. Сіздерге белгілі бір уақыт беріледі. Осы тапсырма бойынша дұрыс жауабын тексеріп шығыңыздар. Тапсырманы орындап болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. 4-ші тапсырма. Сан есімнің емлесіне қатысты ережелерді еске түсіріп, мәтінде берілген сан есімдерді мағыналық түрлеріне қарай бөліп жаз. Сіздерге белгілі бір уақыт беріледі. Осы берілген тапсырманың
Дұрыс жауабын тексеріп шығыңыздар. Дұрыс жауабын тексеріп шықсақ, келесі тапсырма жұмбақтар. Бірге отырып, жұмбақтарды жауабын табайық. Оқушылар, жұмбақтардың жауабын таптық па? Олай болса, жұмбақтардың дұрыс жауабын бірге тексерейік. Өздеріңнің тапқан жұмбақтарының жауабымен дұрыс шықты ма? Жұмбақтарымызды шешіп болсақ, онда келесі тапсырмамызға назар аударайық. 6-шы тапсырма. Аспан денелеріне қатысты оқылым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Интернет ресурсына жүгінуіне болады. Сіздерге белгілі бір уақыт беріледі. Оқу мақсатымызға сай, осы тапсырма бойынша интернет ресурсына жүгініп, өз нұсқамды ұсындым. Бірге қарап шығайық. Өзіміздің бүгінгі орындаған тапсырмамыз бойынша кері байланысқа көшейік. Бас бармақ әдісі арқылы жауап береміз. Бас бармақ. Бүгін мен білдім. Балаң үйрек. Не үйрендім? Ортан терек. Не оңай болды? Шылдыр шүмек. Не қиын болды? Кішкентай бөбек. Мен жасай алдым. Оқушылар, кері байланысыма жауап беріп болсақ, үйге тапсырма аламыз. Үйге тапсырма «Мен аспан әлеміне барсам» тақырыбына эссе жазу. Эссенің көлемі 50 сөз.